Патша оларды асып тастайды ғой. Сендер өз пайғамбарларыңа да бас имейсіңдер ме? Мұхаммед адам баласы. Біз тек Құдайдың алдында ғана бас иеміз. Жафар, мүмкін Мұхаммед таңғажайып бірдеңе жасар. Пайғамбар болса, ол бүкіл аспанды шыраққа бөлер еді. Мұның рас. Құдай өзінің пайғамбарларын адамдары ажырата білу үшін ғажап нәрсе жасай алатындай етіп жаратар еді ғой. Мұхаммедтің ерекшелігі оның қасиетті Құраны. Сауатсыз адам жазған кітапты айтасың ба? Құдайға тарту. Император мұндай сандырақтарды тыңдап болған. Қасиетті жазбада айтылғандай, Құдай өзінің пайғамбарларына сәуле түсірген. Содан олар бұған дейін білмеген әлемнің көптеген тілдерінде сөйлеп кеткен. Тек мұндай ғажайыптар біздің кезімізде бар деуге. Жетер енді. Әкетіңдер мыналарды. Меккеде қудалау көргенде Мұхаммед бізге Абиссинияға, әділетті патшаның жеріне барыңдар деген. Бұлардың қудалау деп тұрғаны әділ жаза болатын. Орындаңдар. Пайғамбарларың сендерді неге маған жіберіп отыр? Біз сияқты сендер де бір Құдайға табынасыңдар. Біз қорғаныш іздеп келдік. Бұлармен сөйлескенің ушкенмен бірдей. Бірақ тыңдау менің міндетім. Жалғастыра беріңдер. Көптеген жылдар бойы біз ағаш пен тастан, өз қолымызбен жасалған пұттарға табынып келдік. Құдайдың не екенін білмедік. Бірнеше патшаны білгенмен, көктегі бір патшаны білмедік. Байлар кедейлерге қысым жасап күн көрсетпеді. Адам қайырымдылықтың не екенін ұмытты. Бұған кінәлі адам арасындағы іріткі салушы әзәзіл перілер. Осы рақымсыздықты көрсін деп, адамның көзін ашқан Құдай. Біз осыған сенеміз. Өтінен, жалғастыра бер. Мен Алланың елшісінің атынан сөйлеп тұрмын. Мұхаммед бізді бір ғана Құдайға табынуға, шындыққа, төңірегіндегілерге мейірімді болуға үйретеді. Жомарт бол дейді. Тіпті күлімсірегеннің өзі жанға жайлы. Қорланған әйелдерге қорған бол дейді. Жетімдерге пана болып, ағаш пен тас құдайлардан бас тартыңдар дейді. Мұндай қатыгездікті мен тыңдай алмаймын. Біз көнеден келе жатқан қоғамбыз. Біздің ағаш пен тастан жаратылған құдайларымызды мұндай балағатта опасыздық. Пұтқа табыну форма ғана, ал маған маңыздысы. Пұтқа табынушыларды кейде түсіне бермейтінімізбен мен келсем. Бұларды әйелдерін алып кетуге мұрсат беріңіз. Құдай әйелді еркектің лайықты серік етіп жаратқан. Олар әр алуан болғанымен тең. Тең дейсің бе? Біз оларды сатып алып киіндіреміз. Тамақтандырып пайдаланамыз. Әйелдер бізбен тең? Құдай адамды еркек пен әйел етіп жаратты. Ахмад, сен құрсағында жатқан анаңды құрметтей білсеңші. Сенің толып жатқан құдайларың неге сөзге сараң? Ал оның бір ғана құдайы неге сөзге шешен? Құдай бұрын бізбен Ибрагим, Нұх, Мұса және Иса пайғамбарлар арқылы тілдескен. Мұхаммед арқылы тілдескенне сендер неге таңданып тұрсыңдар? Бұл есімдерді қайдан білесің? Құранда айтылған. Мына Мұхаммед ата-анасыз өсіп қой баққан. Ал Иса ұста болған. Иса мен Мұхаммедтің айтып жүргендері бір жерден шыққан. Олардың айтып тұрғандары жалған. Олар Исаны мойындамайды. Сендер үш құдай, әкесі, баласы және қасиетті рухқа табынады дейді. Иса туралы не айтасыңдар? Олар Құдайдың баласы болмайды. Иса Құдайдың баласы емес дейді. Маған Иса туралы айтыңдаршы. Пайғамбар бізге не үйретті, біз соны айтамыз.
Құдай қасиетті рухын Мәриям қыздың құрсауына жандандырды. Сондықтан біз Исаны Құдайдың уағыздаушысы, пайғамбар деп есептейміз. Уағыздаушысы, баласы емес, уағыздаушысы ғана. Ғажайып Құрандарың біздің Тәңіріміз Иса туралы не дейді? Сөзбе-сөз айтып беруге рұқсат етіңіз. Маған жақын келші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кітапта Бибі Мәриямның өмірі жайында айтылған. Ол күйеуге беріліп, шығысқа тұрмыс құруға кетеді. Құдай оған Жәбірейіл періштені жібереді. Ол, мен сенің Құдайыңның елшісімін. Сенен қасиетті ұл туатынын айтуға келдім деген. Мәриям сонда, мен қалай ұл туам? Ешбір еркек маған жақындаған жоқ қой деп жауап қатқан. Жәбірейіл болса, құдіреті күшті Құдай солай болады деп аян берді. Бұл ұлды Алла адамдарға мейірімі түсіп жіберіп отыр деп айтқан. Мен сенің көзіңнен шындықтың ұшқынын байқап тұрмын. Саған сенемін. Таудай алтынға да сендерді бермеймін. Ависсинияда қалағаныңша тұра бер. Құдай жарылқасын.